Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Нұргүл. Бүгін сіздермен осындай красный бархат пирожный пісіретін боламыз. Бір жасағаннан шығатын жұмсақ, әдемі пирожный пісіреміз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін ең алдымен қаймағымызды ыдысқа салып аламыз. Содан соң барып жарты ас қасық соданы салып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Екінші таза әрі құрғақ ыдысымызды алып, жұмыртқамызды шағып аламыз. Жұмыртқамызды салып болған соң барып үстіне құмшекерімізді салып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқа мен құмшекерді осылай аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Миксерлеп болған соң құмшекер мен жұмыртқамыз дайын болған соң үстіне қаймақты құямыз. Қаймағымызды құйып болған соң барып үстіне пісте майды өлшеп құйып аламыз. Пісте майымызды құйып болған соң барып барлығын бірге тағы бір рет миксерлеп аламыз. Содан соң барып үстіне құрғақ заттарымызды салатын боламыз. Ол үшін бірінші ұнымызды есептеп өлшеп аламыз. Ұнымыздың үстіне разрыхитель салып аламыз. Разрыхитель мен ұнды жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ затымызды сұйық затымыздың үстіне салып, барлығын миксерлейтін боламыз. Үстіне жарты шай қасыққа жетпейтін қасықтың ұшымен қызыл красителімізді қосып, барлығын бірге жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған тестамызды листке пергамент қағазын қойып, барлығын біртіндеп тестамыз біткенше барлығын пісіріп аламыз. Осы тестадан шамамен 70 штуктай, бір келкі қылып осылай құятын болсаңыздар, 70 штуктай корж шығады. Сіздерге екінші листкеде құйған корждарды көрсетіп жатырмын. Барлығын бір келкі құятын болсаңыздар, бір келкі әдемі корждар пісіп шығады. Корждарымыз 180 градуста 7 және 10 минут арасында пісіп шығады. Мен барлық корждарымызды пісіріп алдым, суытып, кондитерлік құралымен барлығын бір келкі қылып кесіп алдым. Сіздер кеспей кремін жаға берсеңіздер болады. Бір келкі бірдей болу үшін мен барлығын бірге кесіп алдым. Егерде сіздерде осылай корждарды кесіп алатын болсаңыздар, қалған корждардан картошка пирожныйын жасауын описание бөлімінің соң жағына қалдырып кететін боламын. Қалған корждарды пайдаланып картошка жасауға болады. Дәмі керемет шығады. Корждарын бәрін дайындап алған соң барып кремін дайындайтын боламыз. Мен сіздер үшін ерінбей санап шықтым. Менде 7-8 штук шықты. Кремін дайындау үшін бірінші крем-чизімізді салып аламыз. Крем-чиздің үстіне құмшекерімізді салып, екеуін 2 минуттай араластырып аламыз. Содан соң барып үстіне сливкемізді құятын боламыз. Дайын болған чиздің үстіне сливкемізді құйып, креміміз қою болғанша араластырып миксерлеп аламыз. Біздің креміміз дайын болды. Кремімізді корждардың ішіне және бетіне жағып шығатын боламыз.
осылардың барлығына осылай кремді жағып, барлығын осылай әдемілеп жағып шықтым. Және де бетін сәндейтін боламын. Сіздер өз қалауларыңызша өздеріңізге ұнайтын фруктымен сәндесеңіздер болады. Мен барлығының үстіне осылай киви қойып шықтым. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.